Қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы Орхон-Енисей ескерткіштері, Күлтегін жыры. Бүгінгі сабағымызда Күлтегін жырындағы басына еңкейткен, тізеліні бүктірген, көк түріктің хан бабасы Күлтегіннің ерлік істерін насихаттап, тұлғалық болмысын анықтаймыз. Ол үшін түркі тарихына шолу жасап, тақтатаста жазылған Күлтегін жырымен танысамыз. Басына еңкейтті, тізеліні бүктірді. Бұл көк түріктің хан бабасы Күлтегіннің ерлігі еді. Елінің жоғын жоқтап, кейін кеттеген Күлтегінде ерлерге тән. 7 жасында жетім қалып, 10 жасында жауына жасындай тиген Күлтегін ханның айбыны аңызға айналған. Оның куәсі бағзыдан жеткен бал-бал тастар. Оқушылар, сіздерге мынандай сөздер түсініксіз болуы мүмкін. Түрік білге, бұл кісі аты, ақылды, данышпан, кемеңгер дегенді білдіреді. Қаған орта ғасырдағы хан титулы. Шат, ақсүйектерге әскер басыларына берілетін атақ. Күн ортасында деп оңтүстікті, түн ортасында деп солтүстікті атап тұр. Өткен қасиетті жердің аты. Орта ғасырлардағы Сырдария өзенінің аты Інжу. Бәтіші, тасқа қашап өрнек салатын бедерші. Бейне жазбадағы үзіндіні қарап тамашалайық. Және төменде сіздерге осыдан кейін тапсырма ұсынамын, сол тапсырмаларды орындауға дайын болайық. Күлтегін 684-731 жылдар аралығында өмір сүрген. Елтеріс қағанның екінші ұлы, Білге қағанның туған інісі, шешесі Елбілге қатын. Ачыны текті. Ол екінші шығыс түрік қағанат әскерінің бас қолбасшысы. Көк түріктің көксемсері атанған атақты батыры. Әкесінен жаста жетім қалып, ағасы Қапаған ханның тәрбиесінде өскен. Күлтегін тым ертесейді. Қабырғасы қатып, бұғанасы бекімей жатып, 5 қаруын асынып, түрік еліне тұстан төнген басқыншы жауға қарсы сарбаздар қатарында аттанады. Бұл ретте түріктің атақты Білге қағаны Күлтегін батырдың басына қойылған балбал тасқа ойып жаздырған ғұмырнамасында. Әкем қаған өлгенде, інім Күлтегін 7 жаста қалды. 10 жаста омай текті шешемнің бағына інім Күлтегін ер атанды деп жазды. Тамғаш елінің әйел патшасы Ухаудың Қапағанның басына ақша тігіп, кім деген оны өлтірсе, соған Жанчо, яғни Мочо Қапағанды өлтіруші деген атпен бірінші дәрежелі кінәз атағын берем деп жар салады. Бұл уәдесін арнай жарлықпен бекітіп түрік еліне жазалау жорығына қалың қол аттандырады. Осы 694 жылғы жау жуу және дин жуу аймақтарында болған соғыста ағасы Қапаған 90 мың тұтқынды қолға түсірген. Міне осыдан бұлай Күлтегіннің ерлік жолы басталады. Тарихи деректер сол кездегі ел тәуелсіздігін сақтап қалу жолында болған қырғын соғыстардың бірде-біреуінің Күлтегінсіз өтпегенін, дулығасы жарқырап, жауын жапырып қан майданның ортасында жүргенін тамсана баяндайды. Бұл арада сол деректерді тізіп жатпай-ақ, Күлтегінге арнап орнатылған ескерткіштегі мына жазулардан да біраз жайды аңғаруға болады. Тас жазудың авторы идеолог Тегін Күлтегін жыры, елдің ішкі бірлігін жыр еткен, идеялық мазмұны терең, көркемдік дәрежесі биік, теңдесі жоқ ғажайып туынды. Күлтегін жыры және оның тарихи кейіпкерлері, авторы, мерзімі, Күлтегін жыры қандай жазумен жазылды? Осы кестенің бос жерлерін толтырып көрейік. Орындап болсақ, енді өз жауаптарымызды тексерейік. Тарихи кейіпкерлер сонымен Күлтегін, Елтеріс, Елбілге, Білге қаған, Қапаған сияқты кейіпкерлеріміз бар. Күлтегіннің өмір сүрген жылдары 684-731 жылдар аралығында. Ал жырды сол кездегі орта ғасырдағы ақын идеолог Тегін жазған. Жыр руна жазуымен жазылған. Руна сыры ашылмаған деген ұғымды білдіреді. Оқушылар, үйге мынандай тапсырма ұсынамын. Көк тәңірі Күлтегін тақырыбына эссе жазамыз. Төмендегі дескрипторды ескерейік. Жырдағы Күлтегіннің мемлекет құру, халқын қорғау жолындағы еңбегін дәріптеу, кейіпкердің ерлік істерін жыр жолдарымен дәлелдеу. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызда Күлтегін жырындағы Күлтегіннің ерлік істерімен танысып, тұлғалық болмысын анықтадық. Кейіпкер бейнесін әлі де тану үшін жырды толық оқып шығуды ұсынамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.